Бүгін еркек сүретінде болған аялдардан төмен вижданы жоқ, ішкі дүниесі өлген, еркектік намысы жоқ адамдар бар. Ойған, намысыңа кел. Қачанға чейін аялыңды тапқан жеп отырасың. Кейбірлер тілекке қарсы бұл ашу шындықта, балдарыбыз Америкада, Европада, Кореяда жер көз болып біреуден сөз ұғып, чеке теріменің қиналып, 12 саат, 14 саат қиналып, ақша тауып жөнетеді. Атасы мен енесі қайдан көрем, тойдан көрем, кафеде барып құрсағын тұрмап, чайханада отырады. Біраз әрекет қылбайсың, ал байқұштың өзіне үй салбайбы? Ал байқұшында келешегі жоқ бұл. Сен жөнеткенle жеп алып отыра бересің. Кімнің жашаудағы ғамы, қайғысы, ойлаған ойы құрсағы болса. Құрсақты қантып разы қылам, емнені жеймін, емнені ішін деп, ойлаған ойы, ғамы, қайғысы құрсақ болса, ал адамдың Аллах Тағаланың астағы салмағы құрсақтан шыққан тезектен айырмасы жоқ. Сен жоғарырақ болмайсың, құрсақтан жоғарырақ. Мен білген адамдар бар, урматты мұсылман бір туға сөз есін тапсын, бүгінге шейін, 50-ден өтіп қалған, шығып бір жұмыс қылайын деп еткенді. Аялдың балдарды тапқанын ичет, жейт,